Сәлеметсіздер ме құрметті ютуберлер, көрермендер және біздің онлайн сабақтың оқушылары. Біздің көп көрермендердің оқушылардың арасында кездесетін проблема, олардың видеосының ішінде комментарий жоқ болып тұрады. Сол комментарийді қосу туралы қазір мен сіздерге айтатын боламын. Ол үшін бізге мінекей, мынау көріп тұрсыздар, творческая студия YouTube деген керек болады. Көріп тұрсыздар ғой, мінекей. Ол жоқ болса, әрине мынау Play Market'тен көшірсеңіздер болады. Мынау Play Market'тен ішіне кіріп, творческая студия YouTube деп тересіздер, және сол приложение шығады, соны орнатасыздар, кіресіздер өзіңіздің аккаунтыңызбен. Яғни сіздің YouTube'ыңыздағы аккаунтпен өзі автоматты түрде кіретін болады. Ал енді мінекей творческая студия YouTube'ты көріп тұрсыздар, соған кіреміз. Кірген кезде автоматты түрде біздің аккаунтымызға кіреді. Енді сол жақ бұрышта мінекей көріп тұрсыздар, 3 сызық тұр. Яғни сол 3 сызыққа басамыз және видео дегенді басамыз. Мінекей екінші тұр. Видеоны басқаннан кейін біздің видеоларымыз шығады. Ішінен қарап отырсақ, мінекей комментариясы жоқ видеолар тұр. Сол комментариясы жоқ видеоларға бір рет басамыз. Одан кейін мынау жоғары жақта қаламның суреті тұр, көріп тұрсыз ғой, мінекей. Сол қаламның суретіне басамыз. Яғни настройкасына кіреміз осы видеоның. Енді мінекей жоғары жақта қарап тұрсаңыздар, основная информация, монетизация деген бар, міне бастық. Және расширенные настройки деген бар. Сіздерде монетизация деген болмауы мүмкін, өйткені ол біраз подписчик жинап, 1000 подписчик 4000 сағаттан кейін қосылатын нәрсе. Енді төмен қарай түсетін болсақ, мінекей төмен түссек, комментарий деген тұр, разрешить комментарий деген өшіп тұр, сөніп тұр, соны қосу керек, мінекей. Көріп тұрсыздар, е? Осын қосу үшін үстінен бір рет басамыз, және комментарий қосылады осы видеоға. Одан кейін мынау жоғары жақтағы сохранить дегенді көріп тұрған шығарсыздар, мінекей. Сол сохранитті басамыз. Енді сіздердің видеоларыңызда комментарий қосылады, және кез келген адам өзінің пікірін, ойын білдіре алады сіздің видеоларыңызға. Ол не үшін керек? Неғұрлым сіздің видеоларыңызда комментарий көп болған сайын, соғұрлым сіздің подписчиктеріңізде видеоңыздың көрілімінде арта береді. Өйткені комментарий қалдырған сайын YouTube'тың алгоритмі ол видеоны обсуждаемый, талқыланатын видео ретінде қабылдап, басқалардың рекомендациясына да шығара бастайды. Сондықтан да осы функцияны міндетті түрде қосыңыздар, ол өте пайдалы. Және осы видео сіздерге кішкене болсын пайдалы болса, лайк қойыңыздар, пайдасыз бұрыннан білген болсаңыздар, лайк қойыңыздар, ұнамаса дизлайк қойыңыздар, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар әрине. Қош сау болыңыздар.